Kanalıma hoş келдіңіздер. Бүгін сіздермен чизкейк Twix рецептісімен бөліскім келеді. Бұл чизкейк выпечкасыз, яғни духовкада піспейтін рецепт болып табылады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кез келген песочный печеньені біз крошкаға үгітіп аламыз. Мен осындай блендермен үгітемін. Егер осындай блендер болмаса, печеньені пленкаға салып, оқтаумен үгітіп алуға болады. Неге осындай болып шығу қажет. Енді осыған біз сұйылтылған сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің чизкейгіміздің основасы болады. Формаға салып, менде 20 сантиметрлік форма, қасықпен немесе стақанмен формасын келтіріп істеуге болады. Асты мен бүйір жағының қалыңдығын бірдей етіп жасауға тырысамыз. Осылайша жасап болды. Енді осыны біз тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Әзірге желатинге су құйып, араластырып, бұртию үшін қалдыра тұрамын. Творожный сырға сгущенка, қаймақ қосып, блендермен жақсылап тұрып араластырамын, бір қалыпты күйге шейін. Енді біздің желатиніміз еріту үшін микроволновкада жылытып, жақсылап тұрып араластырамын. Неге осылайша ол еру қажет. Осы кезде мен оны біздің массамызға қосып, қайтадан блендермен араластырамын. Осындай чизкейктің салмасы шығады. Енді осыны біз формамызға саламыз. Бірдей етіп жасаймын. Және осыны мен тоңазытқышқа қайтадан салып қоямын. Енді карамельді дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдыста қант пен суды ерітіп, біраз пісіремін. Қантымыз пісіп жатқан кезде осындай түс болғанға шейін араластырмаймыз. Енді осындай карамельді түс болған кезде сары майды қосып араластырамын. Карамельді мен орташа отта пісіремін. Енді осыған ыстық клейгей қосамын. Осы кезде ол қатты қайнап кетеді. Қорықпаңыздар. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бірнеше минуттай пісіреміз де біздің карамеліміз дайын болып шығады. Енді оны оттан түсіріп, кішкене суытып алуымыз қажет. Суыған кезде ол қоюлана түседі. Карамельдің орнына оны пісірмей-ақ піскен сгущенканы да қосуға болады. Карамель суып жатқан кезде шоколадты ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін шоколадты водяной баняға ерітіп, клейге қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Сөйтіп бізде осындай ганаш болады. Енді біздің чизкейгімізді тоңазытқыштан алып шығып, біздің карамельді құямыз. Бірдей етіп жасаймын. Және де үстіне бірден шоколадты ганаштың құюға болады, немесе карамельді
тоңазытқышта ұстап, біраз қатырып, содан соң шоколадты құя беруге болады. Өзіңіз қалай ыңғайлы, солай жасайсыз. Мен бірден құйдым, және де осылайша шоколадты ганашты жан-жағына бірдей етіп үлестіремін. Енді біздің чизкейгіміз қату үшін бірнеше сағат тоңазытқышта тұру қажет. Чизкейгіміз қатып, дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Мінекей қараңыздар. Қандай күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.